Бүгінгі бейнероликте ұйқыдан ерте тұруға көмектесетін лайфхактармен бөлісеміз. Ендеше бастайық. Біріншісі, ерте тұруды асықпай бастаңыз. Мысалы, сіз күнде 9-да тұрады делік, ал сізге 7-де тұрып бастау керек. Ол үшін будильникті бірден 7-ге қоймаңыз. Бұл дене үшін стресс. Сол үшін ұйқы уақытын біртіндеп қысқартудан бастаған дұрыс. Мәселен, бастапқыда 8-ден 40 кеткенге, келесі күні 8-ден 20 кеткенге қойып бастаңыз. Ағзаңыз да бұл өзгерістерге үйреніп, бірнеше күннен кейін 7-де қиналмай оянатын боласыз. Екінші, будильникті төсегіңізден алыс жерге қойыңыз. Оны өшіру үшін сіз орныңыздан тұрасыз, нәтижесінде ұйқыңыз ашылады. Сонымен қатар, осы будильниктегі әуенді есте бері құлағыңыз үйреніп, оңай тұра алмауыңыз мүмкін. Сол себепті будильниктегі әуенді айына 1 рет өзгертіп тұрыңыз. Үшінші кеңес, ояна салған сәтте бөлмеде жарықты жағыңыз. Жарық адамдағы меланин деп аталатын ұйқы гормонының үздіксіз бөлінуін тежейді. Сол үшін жарықты жағып, бөлмеге күн сәулесі түсу үшін пердені жылжытыңыз. Терезені ашып, бөлмені желдетіңіз. Мейлі суық болсын, аяз болсын, таза ауамен асықпай тыныс алып алыңыз. Есесіне бойыңыздағы қан айналым жақсарады. Ұйқыңыз шайдай ашылады. Төртінші кеңес, төсектен тұрып кетуге асықпаңыз. Ұйқыдан оянған соң жұмыстарыңызды ойлап, тез тұрып кетсеңіз, стресске ұрынасыз. Сол үшін таңертең керіліп созылыңыз. Немесе қарапайым және қысқа, бірақ белсенді жаттығуларды жасаңыз. Небәрі 5 минутыңызды жаттығуларға арнау сізді сергітіп, қуат береді. Ағза оянады, көңіл-күй көтеріледі. Ми оттегімен жақсы қамтамасыз етіле бастайды. Бұл сізді сергек етеді. Бесінші кеңес. Таңертең оянуды жеңілдету үшін жақын жерге заттарыңызды қойыңыз. Мысалы, егер тұра салысымен қол жететін жерде киім тұрса, пижаманы шешіп, киімді ерінбей киесіз. Сол кезде киімім алыста тұр деген сылтау ойлар да сізді мазаламайды. Бұл кеңес таңертеңгі жалқаулықты жояды. Алтыншы кеңес. Ерте тұруға мотивация істі табыңыз. Ерте ояну жұмысты ерте бастап кету деген сөз емес. Әлемдегі ең танымал жұмыс іздеу платформасы Indeed компаниясының бас директоры Крис Хайамс еш нәрсеге алаңдамай 1 сағатты үнсіз өткізгісі келетіндіктен ерте тұратындығын айтқан. Күні бойы ол көлік жүргізеді, түскі ас дайындап, жұмыста болады. Өзіне тыныштықта демалатын уақыт қалмайтындықтан ғана ол ерте тұрады екен. Таңертең оянып, ыстық кофені жасап, жұмыс уақыты басталғанша асықпай өзімен оңаша уақыт өткізу үшін ерте тұрады. Сонда Крис Хайамс сияқты жұмысқа емес, өзіңізге уақыт арнауға деген істі тапсаңыз, ол сізге ерте тұруға мотивация береді. Жетінші кеңес. Таңертең еш қиындықсыз ұйқыдан тез ояну үшін қарапайым естілсе де ерте ұйықтау қажет. Ал қалай тез әрі сапалы ұйықтау туралы алдыңғы бейнероликтен тамашалай аласыздар. Ерте тұрамын десеңіз, ерте ұйықтауға бөгет жасайтын заттардан арылыңыз. Соның ішіндегі ең маңыздысы кешке смартфон мен теледидарды көрмеңіз. Олардан бөлінетін ультракүлгін сәулелер меланин деп аталатын ұйқыны шақыратын гормонды жойып жібереді. Кедергі тек смартфон ғана емес, көпшілігіміз ұнатып ішетін кофе. Әдетте құрамында кофеин бар кофе, шоколад сияқты заттарды кешкі уақытта жеу ерте тұруға кедергі жасайды. Өйткені кофе, шоколад сияқты заттар біздің ағзамыздан 5-6 сағаттың ішінде ғана ыдырап кетеді. Бұл дегеніміз түстен кейін ішілген кофе тіпті кешке жақында сіздің ағзаңызда белсенді болып ұйықтатпайды. Сол үшін кофені түске дейінгі уақытта ішіңіз. Сонда кешкі ұйқыға жатқанша ол ағзадан ыдырап шығады да, ұйықтауға да, ұйқыдан ерте тұруға да кедергі жасамайды. 8-ші кеңес. Ерте тұру үшін алдымен неліктен ерте тұруыңыз керек екенін түсінуіңіз керек. Күнім өнімді болсын, жаңа күнді қызықты іспен бастайын десеңіз, онда ерте тұрыңыз. Бұл туралы ұйқыға жатар алдында ойлаған абзал. Күн сайын ертең мына жұмыстарды іске асырам деп, өзіңізге ұнайтын шаруалардың тізімін жасап, жоспарлаңыз. Әр күнді бұл күн ең соңғы күндердің бірі деп ойлап, мағына мен махаббатқа толтыруға тырысыңыз. Ұйқысы қанып, ерте тұрған адамның жүзі нұрланып, ерекше сұлуланып тұратынын ешқашан естен шығармаңыз. Ең бастысы ерте тұру өміріңіздің сапасын жақсартып, сенімділікті арттырады. Міне, бүгін ерте тұруға көмектесетін кеңестермен бөлістік. Ақпарат пайдалы болса, қазақ тілді арнамызға жазыла кетіңіз. Аман болыңыз.